Ассалаумағалейкум бауырлар. Өтініш біліп жүремінге жазыламыз. Видеоның астында подписаться деген бар, міне осындай. Және бір ғана лайкты басамыз. Аямаймыз достар. Өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз. Өтініш, лайк және подписацияны бір ғана басамыз. Так, галереядан таңдадық загрузить деп, сіздер тиктокқа видео салып білесіздер. Оны өзінен де монтаждап үйреніңіздер. Так, дәлі басамыз. Дәлі басқаннан кейін, міне, так, тоқтатып қоймаймыз да. Жарайды. Так, неше түрлі фильтрлар салып үйреніңіздер. Фильтрлар неше түрлі бар. Бұлай айтқанда экспериментируйте, қорқпаңыздар, пайдаланыңыздар. Қалай болады? Бәрін тексеріңіздер, неше түрлі. Голосовой, неше түрлі дауыстар пайдалануға болады. Бұлай айтқанда TikTok өзіне ешқандай сторонний программа бармай-ақ қой, біздің өзімізде монтажда деп отыр ғой. Бұлай айтқанда громкості қылдыруға болады, оригинальный дауыс қойсаңыз. Так, озвучка, громкость дейді. Одан кейін видео салғанда өзінен обрезка жасауға болады басында. Оны білесіздер. Музыка қоюға болады. Атақты музыкалар, бір жақсы авторский бар, авторский правалар, бірақ өте аз, сондықтан сонда ескеріп кетейін. Атақты өлеңдер бар, тиктокта көп пайдаланатын, сондықтан лучше дейді, показать все. Мысалы, Рахимнің Фэнди деген өлеңін қосуға болады, банағы мен музыкама. Эффекттер, неше түрісі мұнан қараңыз, эффекттерін көбін көріңіздер. Маған өте эффекттер қатты ұнады, шын айтамын. Міне басып тұрасыздар. Болды. Басып тұрасыздар. Көрдіңіздер ме? Басып тұрасыздар. Басып тұрасыздар. Так, мына келесіздер, тағы да басып тұрасыздар. Басып тұрасыздар. Болды. Сохранить етесіздер. Жоғары жағына көріп тұрсыздар ғой. Сохранить етеміз. Болды. Сосын үстіне текст жазуға болады. Болды. Готово. Жоқ, тексті де анализировать етіңіз. Мынаңыз осылай болсын, мынаңыз неше түрі бар, серф. Әрине, что-то аз, маған ұнамай қалды, что-то аз. Так, осылай болады, осылай, көрдіңіздер ғой, неше түрі бар. Эксперимент жасаңыздар, мен өзімде көп тәжірибем жоқ, сонда да үйретіп жатырмын сіздерге. Так, кішкентай болсын, үлкен болсын, алып келесіз екі саусақпен. Оны длительностінде де установить етуге болатын. Установить длительность. Кете беретін длительность. Қай уақытта шықсын деген сияқты. Осы уақытта шықсын деген сияқты. Так, ана уақытта шығады. Стикерлер салуға болады. Осындай даталар салуға болады. Экспериментируйте. Неше түрлі эффекттер бар. Жоқ, стикерлер бар. Олардың өзі мына бет лайк басыңыздар деп сұраңыздар. Так, мына курсте TikTok білет. Плюсик басыңыздар. Так, келесі батарейка. Жоғары жағында. Міне. Так, көрдіңіздер, стикерлердің эмодзилер бар, эмодзилер. Эмодзин смайлық қой. TikTok-тың өзінің несі бай, кәдімгі жоғарғы монтаждайтын болды. Дәлі басасыздар. Мына жерде комментарий рұқсат бересіздер ме? Өз кім қарай алатын көруге болады. Ары қарай разрешить дуэты, біреу сіздің еңізді пайдаланып дуэт түсіре алады. Шивание жасай алады, өзіңізге пиар сохранить. Телефоныңызға автомат түрде сақталған қаласаңыз, онда сохранить міндетті түрде сақталған. Жақсы негізінен телефонға. Бірақ мен көбіне маған ыңғайсыз, маған керек емес. Өзіме қалам. Осы жерге атақты хэштег жазыңыздар. Видеоға арнап, видеоға арнап хэштег жазбай қойыңыздар. Друзьяларды отметить етуге болады осы жерде. Хэштег жазбай қойыңыз. Бір хэштег жазыңыз, болды. Так, дәлі басамыз. Енді бірден сториске, инстаграм постқа, фейсбукке бөлісуге болады. Мінекей, кірсеңіз. Так, опубликовать басамыз. Хэштег же не деп жазайық, машин дейік. Айтпақшы, астында подсказка береді, осылай. Хэштег жаздым, автомобиль, мысалы. Подсказка береді. Автоспорт дейін, болды, опубликовать, немесе черновик ретінде сақтап қою болады. Так, опубликовать басайық. Так, мені видеомыз жоғары жағында сіз көре аласыз. Көрдіңіздер, 69
74 бірден жүктеліп жатыр. Так, болды. Сосын бірден сізге жоғары жағына уведомление келеді. Видео жүктелді, бәрі жақсы деген сияқты. Сосын мына жақта да шығады автоматты түрде. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTokта қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.